Жаңа Қазақстан деген ұғымды мен өзім жаңа сана деп түсінемін. Мемлекеттік өзгеріс қажет. Сол кезде ғана біз өзгереміз. Ал мемлекеттік өзгеріске әр мемлекеттің азаматы атсалысу керек. Педагог ол ізденісте жүретін адам. Оқимын деп ізденіп келген балаға неге білім бермеске? Балалардың алдына құр бекер шығып, келіңдер, отырыңдар, түгенделіңдер, мынаны оқыңдар деп айту ол педагогқа жат нәрсе. Жастар мүлде бөлек. Өйткені олардың ойлау қабілеті, өздерін ұстауы, білімге деген құлшынысы мүлде бөлек. Ұнамаса олар айта алады, маған ұнамайды деп. Өзінің құқығын білетін заманда міндетінде қатар алып жүру керек. Сізді Ойлайық жобасының қонағы болып көргеніме қуаныштымын. Қазіргі таңда сіз Талдықорған қаласы жоғары политехникалық колледжінің педагог сарапшысы қызметінде екенсіз. Одан бөлек облысымыздың пікір сайысы бойынша қызмет атқарасыз екен. Осы бойынша кішкене өзіңіз ақпарат беріп өтсеңіз, қазір қандай салада жұмыс жасайсыз, қандай бағыт сізге тапсырылған сол бойынша? Қайырлы күн, қуаныштымын бүгін осындай жобаға қатысқаныма. Жалпы өзім осы педагогика саласында 11 жыл жұмыс жасаймын. Қазіргі уақытта Талдықорған жоғары политехникалық колледжінде арнайы пәндерден сабақ берем. Педагог сарапшы, және өзіңіз айтқандай. Сонымен қатар өзім жастардың өскелең, жаңағы біздің болашағымыз дейді ғой, жастардың пікір сайыс қозғалысы бойынша жалпы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында пікір сайыс қозғалысы бойынша үйлестіруші болып қызмет атқарамын. Енді бұл менің қоғамдық жұмысым. Неге десеңіз, қазіргі уақытта сөйлей алатын адам және көпшіліктің алдында өзін дұрыс, жаңағы өнегелі, мәдениетті, енді бізде қазір жаңа Қазақстан деп жатырмыз, жаңа Қазақстанның жастарының көзқарасын осы заманға лайықтау мақсатында осындай пікір сайысты қолға алып жатқан жағдайымыз бар. Сол бойынша жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар енді негізгі өзім мамандығым IT саласы болғаннан кейін енді жастарымызға сол IT бағытындағы білім беруді енді өзім негізгі кәсіп еткенмін. Мамандығым сондай мұғалім, педагог, жаңағы IT саласында. Өзіңіз таңдап түстіңіз ба жалпы осы мамандыққа? Сол жайында айтып өтсеңіз, студент кезіңізде қай мамандықта оқыдыңыз? Жалпы оқушы кезінде дархан қандай болды? Сол жайында айтып өтсеңіз. Енді ең басты нәрсе ол енді баланың кішкентай кезіндегі өзінің қандай салаға, қандай мамандыққа бейімділігі білінеді ғой. Енді мен кішкентай кезімде енді негізгі өзім кітапқа, жаңағыдай дәптерге, көркем жазуға, жаңағы көркем оқуға құмар болатынмын. Негізгі осы мамандықты бекер өзім таңдаған жоқпын. Себебі ең басында мен негізі қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалім мамандығына тапсырған болатынмын. Мен колледжға оқыдым, Алматы қаласындағы педагогикалық колледжде. Бірақ ол жерде қазақ тілі әдебиет жабылып қапты. Бізге айтты, сіздер мына жаңа мамандық информатикаға түсіңіздер. Енді қазір уақытта енді заман талабы деп. Содан кейін жарайды, енді мақұл, осыған оқиын, онда осы мамандықты таңдайын деп, себебі өзімде компьютерге қызығушылығым болған. Кейін енді университет қабырғасында осы мамандықты жоғары білімін алып, ары қарай жұмыс деп, жаңағы жұмысқа кірісіп деген сияқты. Қазіргі дархан ол енді ойлаймын, ол енді кәсіби бағытталған, өзінің жаңағы кәсіп бойынша білігін жетілдіріп жүрген. Енді мен жаңағы әлі де болса үйренерім көп. Себебі педагог ол ізденісте жүретін адам. Үнемі ол жан жақты толғаныста болатын. Себебі біздің қолымызда жаңағы жастар алдыңа келген кезде оттай жанып осы мамандықты таңдап, енді политехникалық колледжда негізгі IT саласының болашақ мамандары оқиды. Сондықтан біз енді бұл жақта біз кәсіби бағыттар, жаңағы кәсіби бағыт бойынша біліктілік мамандықтарын береміз. Яғни еліміз дамыған мемлекеттің қатарына қосылу үшін IT саласы озық болу керек. Ойлаймын, политехникалық колледжде жаман білім беріп жатқан жоқ. Қазақстанның қазіргі уақытта өркендеуіне қосып жатқан, үлесін қосып жатқан, бізден де шығып жатқан атақты жақсы программистер, жақсы бағдарламашылар, айтишниктер өте көп. Солардың бір сыпырасын өзіміз дайындауға үлес қосып жатқаныма мен кейде қуанамын. Себебі
қандай да бір білім берілмесін, қандай да бір тәрбие берілмесін, ол адамның кәсібилігіне, адамның оқыған тоқығанына, яғни бұл өмірде адамды тәрбиелеу өте қиын. Сондықтан ал оны маман етіп шығару, ол одан да жауапкершілікті жоғары жұмыс. Сондықтан мен ойлаймын, осы мамандықты таңдағаныма өкінбеймін. Себебі мұғалім бола отырып, әр баланың санасына ой жүгіртіп, әр баланы қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу бағытында, онымен қатар ол осы өз отаныма қандай да бір үлес қосамын, маман атанамын, мен болашақта өзімнің отбасымды асыраймын деген сияқты, сондай біз оқумен қатар тәрбие қатар жүретінін білесіздер. Сондықтан біз оқыта отырып тәрбиелейміз және оларды мамандыққа баулимыз. Осындай міне біздің қызмет саламыз осы. Ал енді негізгі жаңағы қосымша жұмыстарда ол біздің әрине ол дамытушылық, тәрбиелік бағытында сондай қызмет атқарудамыз. Колледждің білім деңгейі 10 жыл бұрынмен салыстырғанда өзгерді ма? Мысалы, бұрын біз мектепте оқып жүрген кезде колледж студенттерінің өмірі жайбарақат болатын. Еркіндік көп болатын. Жай ғана колледж дипломын алып кетсе болды. Колледжға көбіне мектепте үлгерімі нашар, бұзық, сондай балалар түсетін. Мотивациясы жоқ деген. Қазіргі таңда қандай сіздерге студенттер келіп жатыр? Білім деңгейі өзгерді ме? Мысалы, ол шындық қой. 10 жыл бұрын бала әйтеуір сол колледждің дипломын алып шығу үшін әйтеуір балдарын қойып бере салатын, бағаларын қойып беретін. Мен енді қазіргі таңда салыстырсам жер мен көктей деп айтатын едім. Биылғы жылы бізде орта аттестатының орта баллы шеңберінде оқуға қабылданған екен. Мен оған да қуаныштымын. Жыл сайын, жыл өткен сайын балалардың да білімі өз деңгейінен артып келе жатыр. Себебі қазіргі оқу стандарты бар, қазіргі білім беру технологиялары. Енді мен айтпаймын кезінде ол жаман болды деген сияқты. Жоқ, қазіргі уақытта талап басқаша. Мына колледжға қабылдаған уақытта бізде ең басты нәрсе ол баланың қарымына, қабілетіне байланысты. Яғни олар оқимын деп ізденіп келген балаға неге білім бермеске? Ал енді колледждегі білім сапасына келетін болсақ, ол қазіргі сапа деңгейі өте жоғары. Себебі материалдық техникалық базасы, енді мен политехникалық колледжді кез келген еліміздегі колледжбен салыстырғанда жоғары өз деңгейінде деп айтатын едім. Себебі қазіргі IT сыныптар, робот техникалары, жаңа заманауи талаптарға сәйкес компьютерлік технологиялар, бұның барлығы әрине оқу сапасына өз әсерін тигізеді. Енді мен 10 жыл бұрын бұл жаңағындай мен мектептен бастағам негіз қызметімді. 10 жыл бұрын мен колледжде жұмыс істемегендіктен мен қазір салыстырып нақ дөп осы деп айтпасам да, бірақ мен шет жағасын білемін. Бірақ қазіргі уақыттағы балалардың айтып отырмын ғой, жаңағы заман өзгерген сайын талап та өзгереді. Сондықтан қазіргі балалармен жаңағы олардың қазіргі технология заманы ғой. Қазір балалар көптігінен, өздігінен жаңағы ұялы телефонды да меңгеріп алады, жаңағы ноутбукты да меңгеріп алады. Ал енді біз оның кәсіби тұрғыдан жаңағы кодтау болсын, қандай бағдарлама құру болсын, біз соның барлығын үйретеміз. Оларда қызығушылық басымырақ. Себебі біздің колледжға түскен мамандық, жаңағы түсетін мамандықтардың барлығы IT саласы. Біз енді барлығы техникалық мамандықтарды қабылдап оқытып отырмыз. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жердегі балалардың енді 90-95% қателеспесем өздері таңдап, өздерінің шын ықыласымен мен оқимын, мен білім аламын деген балалар. Енді әрине біз балалардың барлығы айтишник, балалардың барлығы осы техник, балалардың барлығы осы болу керек, міне шарт қойылды, талап осы деп айта алмаймыз. Себебі өмір жолы басқаша. Осы мамандықты оқып, кейін мүлдем өзінің қырым, менің қырым басқа екен, мен басқа салаға кетуім керек екен деп жоғары білімді басқа мамандықтан ізденіп оқып жатқан, ол өмір болғаннан кейін сондай болады. Мүмкін осы мамандықты оқып жүріп, ойланып, толғанып, ол кейін жоғары оқу орнында басқа саланы таңдап кету әбден мүмкін. Сондықтан мен енді қазір міне 100% түсті, 100% ертең осылар жаңағындай психологиялық тұрғыдан немесе бір
бір жалпы кәсібилік тұрғыдан міне меңгеріп кетті, осы салада маман осы салада қызмет етеді деп мен дөп басып айта алмаймын, бірақ дегенмен де 80-90%, яғни 95% осының жоғарғы оқу орнына түсіп жатады. Себебі IT саласы болашағы зор мамандық. Қазір айтып отырмын ғой, сұранысқа байланысты мамандығы. Қазір халықтың барлығы біледі. IT саласындағы қаламақы да, жаңағы IT саласындағы төленетін гонорары да қазір уақытта жоғары. Біздікілер қазіргі уақытта тілге, сонымен қатар тілге қарай қызығушылығы басым. Себебі IT-ді меңгерген адам ағылшын тілін бірге меңгерсе, ода мүмкіндік жоғары болады. Себебі біздің бағдарламалау тілімізде, біздің компьютерлік негізгі құрылғымызда осы ағылшын тіліне, шет тіліне бағытталған. Енді бұл сол жақтан еніп отырғаннан кейін, сол жақтан құрылымы болғаннан кейін біз қазақ тіліне де аударып жұмыс жасаймыз, дегенмен де негізгі бағдарламалық қамтамасыз етудің барлығы осы неге келеді, сұранысқа келеді. Сондықтан ағылшын тілінде, сонымен қатар компьютерді де меңгеруге деген қызығушылық қазіргі уақытта жоғары. Білім саласында түрлі өзгерістер болып жатады, жыл сайын енгізіліп жатады. Соның ішінде осыдан 7-8 жыл бұрын дуалды білім жүйесі енгізілген болатын. Қазіргі таңда сіздер сол бағыт бойынша жұмыс жасайсыздар ма? Иә, қазіргі уақытта дуалды білім беру бойынша біздің колледж жұмыс жасайды. Қазіргі кездегі студенттердің қателеспесем 15-20% осы дуалдық жүйеге көшкен. Яғни ол дегеніміз не? Дуалды білім дегеніміз өзінің кәсіби тұрғыдан тәжірибелі жаңағындай меңгере отырып, сонымен қатар теориялық білімдерін жаңағы алады. Бұл дегеніміз қолайлы кәсіпкерге де, жаңағы оқып отырған, жұмысты қоса алып отырған адамға да. Себебі дуалды білім жүйесі арқылы ол өзін бір жағынан кәсіби маман ретінде шыңдайды. Сонымен қатар қоса теориялық негізделген білімді алып отырады. Яғни бұл жерде екі үдеріс теңдей жүреді. Мен енді бұл дуалды білімнің жаңағы кез келген маман бойынша мамандарды қабылдап алып отырған жұмыс берушіге де өте қуанамын, себебі ол кадрын жоғалтпайды. Ол кадрын қандай жаңағындай бұл ұйымға немесе сол жердегі жұмыс орнына қандай сұраныстар қажет екенін қанағаттандыра алады, біріншіден. Екіншіден, ол сол жерде жұмыс істей отырып сол кәсіпке шыңдалады. Ең бірінші. Себебі шыңдала отырып, ол өзін дамыта біледі. Мына кез келген кәсіпті меңгеруде 70% практика керек. 30% теория керек. Себебі теориялық білім ол сіздің негізгі осының жаңағындай құрылымын, дидактикасын, немесе осының бір кәсіби шыңдалуында мазмұнды жаңағындай ақпаратын меңгертеді. Ал енді 70% тәжірибе дегеніміз ол сіздің біліктілігіңіз. Яғни сіз берілген тапсырма немесе сіз өзіңізге лайықталған лауазымыңыз бойынша жұмысыңызды атқара аласыз. Яғни техник дегеніміз не? Жаңағы программист, олардың барлығы кәдімгідей шыңдалып жұмыс жасайтын адамдар. Олардың қолынан белгілі бір уақытқа тиесілі арнайы бағдарламаны жасау керек болады, немесе арнайы жаңағындай тапсырманы орындау керек болады. Бұларда нәтижелі жұмыс жасалынады. Яғни енді бұл жердегі тәжірибе сол, олар соны жұмыс істей отырып, оқи отырып көре біледі. Сонымен қатар ең соңында диплом алады, ары қарай сол жерде уағдаласқан бойынша 5 жылға, 3 жылға жұмысқа қабылданады. Яғни біздегі еңбекпен қамту бұл жерде жақсы саясат деп ойлаймын, еңбекпен қамтудағы. Жаңа айтып жатырсыздар, сіздерден жылдап IT маманы бойынша студенттер көбейіп жатыр. Оларға жұмыс қайдан тауып бересіздер? Мысалы, бізде бір хабтар жоқ қой, айтишниктер отыратын, ондай, мысалы, Астана, Алматының өзінде де аз. Қайда жібересіздер ол студенттер? Кейін олар дипломдарын ұстап мектептерге информатика мұғалім болып кете ме? Жоқ, негізі енді информатика мұғалімдіктері бойынша кәсіптік білім беруде ғана болмаса, ал енді біздің негізгі мамандықтарымыз жаңағы енді программистердің барлығы бізде қазір білесіздер, біздің облысымызда IT хаб ашылған, Жетісу IT хаб. Енді ол жерде барлығы сол жерге жұмысқа кіріп кетті деп айта алмаймын, бірақ кез келген ұйымда бағдарламашы қажет.
Кез келген ұйымға жаңағы желілік әкімшілендіру дейді. Қазіргі уақытта білесіздер, әр ұйымның өзіндік сервері, өзіндік жаңағы бағдарламасы болды. Ол жерде біздің мамандар отыр. Одан кейін жоғары білім алып, жаңағы жоғары білім алуға кеткен мамандықтар бар. Жаңа мамандық алуға. Одан қоса әскерге кетіп жатыр. Енді қыздарымыз тұрмыс құрып жатыр деген сияқты өмір заңдылығы ғой. Енді барлығы мына өмірде былай болады. Мына колледж бітірді, 900 бала, 900-де жұмысқа кіру деген ол жаңағындай енді 100% орындалмайды, мен сізге гарантия беремін. Себебі өмірде айтып отырмын ғой, барлығы ол өзінің жаңағы қалпымен келетін дүние. Яғни бұл дегеніміз, біреуі өмірлік, жаңа бағанағы сөзіме дәйек болсын айтамын ғой, бұл мамандық оқып алғаннан кейін айтады, мен бұл мамандық емес, мен осыған қоса мына мамандық меңгергім келеді деп басқа жаңағындай салаға ауысып кетіп жатады. Біреу осы мамандықтың жоғары оқу орнына түсіп жатады. Бір жаңағындай дуалды жүйеге енгізіп отырған 20% студентіміз, олар жұмыспен қамтылып отыр деген сөз. Әскерге кетіп жатыр борышын өтеуге, қыздарымыз тұрмысқа шығып жатыр деген сияқты. Бұл біз өмір мамандығы ғой. Біз диплом алған кезде, мен өзімнің диплом алып жатқан мамандарым айтам, сіздер осы колледжден 2 мамандық алып шықтыңыздар. Біріншісі есейдіңіздер, маман болдыңыздар, өмір мамандығын меңгердіңіздер. Себебі сіздер тұлға болдыңыздар. Ал екінші, сіздерде біліктілік бар, диплом бар, осы бойынша жұмысқа тұра аласыздар, өздеріңіздің кәсіби біліктіліктеріңізді көрсете аласыздар, дәлелдей аласыздар деп. Ең соңында ол кісілер өз таңдауын жасайды, мүмкін жұмысқа тұрады, мүмкін жаңағы әр салаға кетіп жатады. Сондықтан қазір зейнетке шығып жатқан адамдарды, жаңағы үлкен аға буын өкілдерін біразын енді зейнетке ұстауға болмайды деп жаңағындай зейнеткерлікке шығарып жатыр, сол кісілердің орнын басу керек деген сияқты. Бізде кадр әлеуеті, кадр саясаты әр ұйымда әртүрлі. Кейбір ұйымдар бар, колледжден келген жаңағындай мамандарды қабылдайды. Себебі колледждағы білімге көбінесе жаңағындай тәжірибелік бағытталған. Колледжде енді бізде қалай, бізде енді университет жаман деп отырған жоқпын. Университетте жақсы білікті кадрлар өте көп. Дегенмен колледждағы берілетін білімдер ол нағыз кәсібилік осы шеңберінде өздерінің мына кішкентай біліктіліктері болса, соның шеңберінде толық меңгеріп шығады. Ал енді біздегі узкий специальностьлар дейміз ғой, кішігірім, яғни желі операторы болсын, бағдарламашы болсын, ал енді университетте оның ұлғайған түрін оқиды ғой. Сондықтан кейбір мен бірнеше кәсіпкерлер танимын, ол кісілер осы колледжді дипломмен бізге қажет, осы колледжді керемет, колледждің білімгерлері өте керемет деп сондайда мақтау естіген болатын. Сондықтан мен енді заманына қарай сұранысы ойлаймын, осындай жұмыспен қамту барысында бізде ешқандай бір проблема болып жатқан жоқ. Керісінше, IT саласы сұранысқа ие. Кез келген ауылдың амбулаториясына болсын, ауылдың мектебіне болсын, лаборант болсын, айтишник болсын, қажет. Ол сұраныс. Ұстаздық жолында жүргеніме 11 жыл болды деп айтып жатырсыз. Ұстаздыққа қайдан қызығушылық сізде пайда болды? Әлде кездейсоқ түскен мамандық болды ма? Жоқ, жаңағы ең басында айттым ғой, мен өзім бала кезден осы табиғи мінез. Жалпы адамға мінез туа бітіп, өмірді көре бітіп қалыптаса бастайды ғой. Мен негізінде өзім педагогика саласында кездейсоқ келген жоқпын. Мен мектеп қабырғасында болсын, жаңағы бізде өзін-өзі басқару күні болады ғой мектепте, сонда мен мұғалім, жаңағындай мұғалім болғым келеді, ана пәннің мұғалім болғым келеді деп, қазақ тілінің мұғалімі болғым келеді деп өзім сондай құлшындым. Өзім кішкентай кезімде жаңағындай мұғалімдердің барлығын жұмысына көмектесуге тырысатын. Енді мен компьютермен басып беретінмін. Бұрында енді ол жылдар енді қандай болған білмеймін. Мүмкін активист деп қазіргі уақыттағы активистер шығар. Жаңағы сабақ жоспарларын болсын, немесе бір слайд болсын, апай мен басып берейінші, мен жазып берейінші деп қызығатынмын. Сонда сабақтың құрылымына қарап отырып, сабақ беру әдістерін қарап, әр мұғалімнің зерттеп отырып, шіркін-ай, мен де өстіп бір балаларды өзіме қаратып, жақсы мұғалімдер өте көп.
Сондай мұғалімдерге қарап өтіп қызығушылығым арта түсетін. Кейін осы педагогикалық колледжға түсуіме де бекер емес, яғни айттым ғой, қазақ тілі әдебиеті, ол да мен кейде былай ойлаймын, не нәрсенің барлығы өмірде бекер болмайды екен. Мысалға IT саласына түсуімнің өзі де бір бекер емес. Яғни мен осы салада білім беруім қажет болған шығар деген ойдамын. Яғни енді тіл мамандығында, енді тіл өзіме қажет, сөйлеу мәдениеті болсын, сөйлеу дағдысы болсын, көпшіліктің алдында сөйлеу өнері болсын, оның барлығы жаңа қабілет. Ал енді мына мамандықта меңгеру ол қабілеттің нақты шыңы, яғни кәсіпқойлыққа деген өзімнің қызығушылығым деп ойлаймын. Сондықтан екеуін ала жүріп, мен бір саланы меңгергеніме, мен өзімнің жүрегімнің қалаған мамандығын меңгергеніме шынайы қуаныштымын. Себебі мұғалімдіктен асқан мен үшін мамандық жоқ. Өмірге жолдама береміз, кәсіпке үйретеміз, тәрбиелейміз, балаларымыз кейде бұзық болып жатса. Сондықтан осындай сан қырлы мамандықтың барлығын ұштастыратын бірақ нәрсе, айтады ғой, ғалымда шахтерда бас иетін ұстазым бар сенің қасиетің дейді. Сол ұстазыңыз кім сіздің? Мен осы ұстазым, мен айтатын едім, Мадина Дәулетқызы деп. Себебі осы ұстаз бізге үлкен керемет жол ашып берді. Ол кісі ұстаздық қыр-сырын үйрететін. Педагог қандай болу керек? Жалпы өмірде педагогтың педагогтың қабілетімен қоса таланты болу керек. Ол әртіс. Балалардың алдына шыққан кезде өзіңді қалай ұстайсың? Себебі бізге қарап балалар бой түзейді, бізге қарап балалар ой түзейді. Ол кісілердің ойына, бойына әсер ету үшін өзіңді қалай көрсетесің? Біз жаңағындай барған кезде қалай сабақ береміз? Енді біз жас маманбыз ғой, әлі де жас маманбыз. Біз жаңағы балаларға сабақ берген кезде олардың қызығушылығын арттырамыз ең біріншіден. Ол кісілерді сонымен қатар сабақ бере отырып тәрбиелейміз, жаңағы айтқан сияқты. Сонда ана Мадина Дүйсенқызы ол кісі былай деп айтатын: сіздер тұлғасыздар. Балалардың алдына шыққан кезде өздеріңіздің жаңағы сіздердің болмыстарыңыз қандай, сіздердің топтарыңыз тура сіз сияқты болады. Сондықтан сіздер ойланыңыздар, қандай мен тәрбиелей аламын, қандай адамды мен өмірге жолдама беріп отырмын деген сияқты. Сол кезде ойлаған кезде, қазір сол сөз әлі есімнен кетпей, диплом алған кезде бізге сондай бір жиын өткізді де, мамандықты алған кезде. Сол кезде сол сөз әлі есімнен кетпейді. Содан бастап әлі сол сөзді өзіме қанат етемін. Яғни маған қарайды. Мен қазір дайын болуым керекпін. Балалардың алдына құр бекер шығып, келіңдер, отырыңдар, түгенделіңдер, мынаны оқыңдар деп айту, ол педагогқа жат нәрсе. Балаларды қызықтыру үшін, енді студенттерді қызықтыру үшін әр методиканы қолданамыз. Ол тәжірибемен келеді екен. Біз басында жаңағындай үлкен жас маман болған кезде, үлкен апайларымыздың, ағайларымыздың сабағына қатысқан кезде қызығатымыз. Шіркін, қандай методика, мынаны меңгеріп алса ғой деп. Ал енді қазір өзіміз жаңағы сарапшы болып алып жатқанымыз бекер емес қой. Өзіміз де яғни бір нәрсені меңгеру ортасына жеттік. Әлі біз енді толық меңгермесек те, бізден кейінгі келіп жатқан буындар үйренері бар ғой деген сияқты ойдамын. Себебі әр нәрсенің өзінің уақыты болады. 10 жыл ішіндегі меңгерген дүниемізді біз қазір біреуге көрсете аларлықтай жағдайға жеттік. Яғни мына багажды біз шетінен толтырып жатырмыз. Бұл багаж мына зейнетке шыққанға дейін жүре беретін багаждар. Өмірді көре, өмірді сүре үйренеріміз көп. Оқи жүріп үйренеміз деп бекер айтпаған екен. Әр жылда әртүрлі балалар түседі. Жыл сайынғы түскен жаңағы мектептен келген балалардың да сұранысы, балалардың да қабылдау ерекшеліктері, балалардың да талабы, жалпы заманның талабы мұғалімге деген күшейіп жатыр, артып жатыр. Біз соны қуалап жетуіміз керек. Үнемі білім саласындағы көшбасшы тұлғалардың, білім саласындағы
уәкілетті органдардың талаптарын біз жыл сайын орындауға тырысамыз, біліктілігімізді арттырамыз, үйренеміз, білім мазмұнының өзгеруіне байланысты, яғни тәжірибе алмасамыз, бұл жыл сайынғы үрдіс. Біз балалар кетіп диплом алып жатқан кезде айтамыз, біз второгодник дейді ғой, екінші жылға қалып жатқан адамдармыз. Себебі ол тура сол кәсіпті меңгеретін балалар қайтадан түседі, қайтадан сол үрдіс жалғаса береді. Яғни жыл сайынғы түсіп отырған балаларымыздың да талабы солай болып келе жатыр. Жаңа айтып жатсыз ғой, студенттер жыл сайын жаңадан түсіп жатады сіздерге деп. Осы тұста студенттермен қиыншылықтар болмай ма? Мысалы, қазіргі жастар мүлде бөлек. Өйткені олардың ойлау қабілеті, өздерін ұстауы, білімге деген құлшынысы мүлде бөлек. Ұнамаса, олар айта алады, маған ұнамайды деп, мен оқығым келмейді деп. Өте дұрыс айтасыз. Қазіргі 21 ғасырдың, бәріміз 21 ғасырда өмір сүреміз. Қазіргі міне үшінші толқыны кетіп жатыр ғой, 2020-дан бері қарай. Заман ағым өзгерген сайын, өзіңіз айтып отырғандай, талап та балалардың өзін өзі ұстауы. Жалпы бұның барлығы неден білесіз бе? Бұның барлығы сайып келгенде отбасыдан деп жатамыз, сайып келгенде мемлекеттік бір саясат деп жатамыз. Бұның барлығы ата-анадан. Мен мысалға заман өзгеріп кетті, толыққанды мынау техногенді заман болып кетті дегенменде ұлттық құндылығымыз бар ғой. Біз тәрбиеміз бар, біздің өзімізге тән менталитетіміз бар. Енді бұл жаңағындай заман болмасын, мен бір үлкен кісілермен өте көп сөйлесемін. Сонда ол кісі айтты, біз кейінгі 80-ші жылдарда, 86-дағы жағдай бар, 90-да жаңа өзіміз тәуелсіздігімізді алып жатқан 91-лері бар. Кейінгі замандарда, яғни өзгеріп келе жатыр, өзгермелі ғасырға түсе отырып, біз заман толқынына сай балалар тәрбиелеп жатырмыз. Соның жемісі ретінде біз болашақты көре аламыз. Ал енді біз қандай болашақты тәрбиелеп жатырмыз? Осы сұрақ туындайды. Мен ешқандай ата-ананы кінәламаймын. Себебі қазіргі сұраныс бекен, мүмкін қазіргі толқыныс бекен осыны өзгермелі болып жатқан. Дұрыс, мүмкін ашықтық та қажет шығар. Бірақ қаншалықты деңгейде біз сол ашықтықты дұрыс қолдана білеміз? Біз педагог мәртебесі туралы заң қабылданды, өздеріңіз білесіздер. Педагог мәртебесі туралы заң қабылданған тұста бұл педагогтың өзіндік бір келбетін, өзіндік бір қоғамдағы рөлін анықтап, айшықтап беріп, біз оған өте ризамыз, мысалы ретінде. Ал енді осымен қатар мына қоғамда педагогты қабылдау үдерісі жүріп жатады. Ол айнымас үдеріс. Кезіндегі ата-бабамыз айтып жатады, енді аталарымыз, біз педагогтан қорқатынбыз, мұғалімнен. Біз мұғалімді көрсек қашып тығылып кететінбіз деп айтып жатады. Ал қазір неге сондай емес деп жататын болсақ, мүмкін заманның ашықтығынан шығар. Қазіргі балалар қорықпауға тиіс, мен оған келісемін. Қорықпау керек, ол өздерін осы заманның иесі ретінде дұрыс ұстау керек шығар. Бірақ олар қаншалықты деңгейде ол ашықтықты өзінің жаңағындай өзінің болмысына сай ұстанып жатыр. Яғни ол кісілер өзінің міндетімен қатар өзінің құқығын қаншалықты деңгейде қолдана алады деген сияқты сұрақ туындайды. Сондықтан осы орайда айтпағым, өзінің құқығын білетін заманда міндетін де қатар алып жүру керек. Сондықтан кез келген жасқа айтамын, жаңағы дұрыс сіздікі, сізбен келісемін, сіздің ойыңыз өте құнды. Ал енді осы тұста өзіңіздің тұрғыдан міндетіңізді қаншалықты лайықты тұрғыдан орындап жатырсыз деген сауал туындайды. Сондықтан ата-аналарға да болсын, жастарға да болсын айтарым, талап бар жерде міндет бар, міндет бар жерде құқық бар, ал құқық бар жерде осы барлық қатар жүреді. Сондықтан құқығын, талабын өзінің жаңағы өзінің ойын айтпас бұрын, өзі қаншалықты деңгейде соған сәйкес өзінің құқығын орын талап етпей тұрып, жаңағы өзі міндетін орындай алды ма деген сияқты сауалға жауап беру керек деп ойлаймын. Тәрбие үрдісі туралы айтып жатырсыз ғой. Қазіргі таңда колледж болсын, мектеп болсын, тәрбиені білім беру ұйымына жүктеп қойған сияқты. Өйткені көп жағдайда бір оқыс оқиғалар болып жатса,
білім басқармасынан сұрап жатады. Осы тұрғыда әсіресе колледжда ата-аналар тарапынан жұмыс аздық ететін сияқты. Өйткені көбінесе колледжға тапсырып қоятын сияқты, болды балалар ересектеп жібере салатын сияқты. Мен осы тұста айтатын, мен 2018 жылдан бастап Талдықорған жоғары медициналық колледжінде жастар ісі жөніндегі комитет болып жұмыс жасадым. 2019-20 оқу жылдарында, қателеспесем 20-21-де тәрбие жөніндегі меңгеруші болдым. Мен тәрбие саласында жалпы мектептен бастаған кезде педагог ұйымдастырушы, мектеп психолог болып жұмыс жасағам. Енді қосымша білім беру негізінде енді қос диплом алдық қой, психолог дегенде диплом алғанбыз. Мен бұлай психологиялық тұрғыдан көзқарасым жалпы колледжда неге жаңағындай ата-аналар колледжға жүктейді деген сұрақ туындайтын кезінде. Себебі колледжға келген кезде ата-аналардан жырақ кетеді, балалар біріншіден. Екіншіден, ол ата-ананың қасында емес. Бұл жерде бірақ толыққанды колледж жауапты деген сөз емес. Біз ата-аналармен жұмыс жасаймыз. Біз ата-аналарға айтамыз. Балалар сіздікі, балаға біз білім беру уақытында жауаптымыз. Оқу уақытында, оқу үрдісі кезінде балаларға колледж жауап береді. Бірақ сабақтан тыс уақытта жаңағындай қандай да бір каникул кезінде ата-ана жауапты. Бірақ енді бұл жерде таяқтың екі ұшы бар ғой. Енді әр колледж студентіне, әр колледжде топ болады. Топтың кураторы болады. Сонымен қатар ол колледжде психолог жұмыс жасайды, тәрбие жөніндегі орынбасары жұмыс жасайды. Жалпы тәрбиені алған кезде жан-жақты үрдіспен біз қызмет атқарамыз, Енді қараңыз, ата-анамен ағарту жұмыстары толық деңгейде жүргізілген кезде қана ата-ана өзінің міндеттемесін мойнына алады. Біз айта алмаймыз, біз қазір уақыт, колледждің уақыты емес, біз жауапты емеспіз деген сияқты толыққанды 100% біз олай неге біз одан бас тарта алмаймыз? Себебі біздің педагог болып келгендегі ең бірінші міндетіміз ағарту жұмыстарын тиісті деңгейде жүргізуіміз керек, ата-анаға түсіндіруіміз керек, ол оның толыққанды баласы екенін, олған 100% заңды өкілі екенін, сонымен қатар қандай уақытта болмасын баланың тәрбиесінде ол ата-аналар 16 жыл атқарды. Енді қараңыз, 16 жыл үйден алған тәрбиесін колледжға келіп ол көрсетеді. Сондықтан ата-аналар жиналысы болады, сондықтан психологпен кездесу болады, сондықтан әртүрлі шаралар жүргізеді. Тіпті мен өзі тәрбиесі жөніндегі меңгеруші болған кезде топ кураторларына мынандай талап қоятын. Кез келген уақытта ата-анаға хабар беріп отырыңыздар, сабақтан қалған жағдайда болсын, немесе жаңағыдай тәртіп жағдайына болсын. Тәрбиешілерге жатақханада тығыз жұмыс жасайтынмын. Себебі ол тәрбиешілерге, яғни біз балаларын жатқызуға өткізді ғой. Енді өткізген кезде енді келіп, келісімшартқа қол қойды, яғни ол кісілердің жауапкершілігі біздің мойнымызда, балалардың. Сондықтан тәрбиешілерге мынандай талап қоямын. Жатақхананың ішкі тәртіп ережесі бар, колледждің ішкі тәртіп ережесі бар. Сіздер осы тәртіп ережесін толыққан түсіндірдіңіздер ме? Түсіндірдік. Түсіндірсе, онда осы талап бойынша, осы міндет бойынша ары қарайда түсіндіру жұмыстарын толыққанды жүргізе беріңіздер. Яғни бізде ата-аналар қандай қазіргі уақытта? Кез келген ата-ана егер түсіндірсе, бәріміз сөз түсінеміз. Егер біз біз енді бәрін өзімізге жүктеп алуға болмайды. Себебі баланың жауапкершілігі, мен ойлаймын, оқу уақытында колледжға теңдей жүктелу керек, колледжға да, сонымен қатар тыс уақытта болсын, жалпы колледжді өзін ұстауы болсын да, ата-аналар қаншалықты деңгейде толыққанды жауап беру керек. Ал ата-аналар бұдан кез келген уақытта бас тартпау керек. Себебі білім алғаннан кейін дипломмен еңбек етіп, жемісін кімге жегізеді? Ата-анаға жегізеді. Ол тұлға болып қалыптасса, ертең кімге сөз келеді? Ата-анаға. Мысалға, кез келген уақытта бұның барлығы ата-анаға баратын дүние. Ал колледж сол уақытта
тұлға болып қалыптасуына, мамандығын меңгеруіне, білім алуына, жалпы біліммен ол тәрбиені айырып тастауға болмайды. Мен сонымен қатар ойлаймын, пән оқытушылары да балалармен тікелей жұмыс жасалу керек. Себебі тәрбиені тоқтатпау керек. Біз өмір бойы адамды тәрбиелей беруіміз керекпіз. Бірақ енді ол жерде тәрбие процесі көп қырлы. Біз кез келген мінезді, қалыптасқан мінезді өзгерте алмаймыз. Бұл жердегі көп қырлы деп отырғаным, ол тәрбие компоненттеріне байланысты. Ол өзін-өзі қайта тәрбиелей ала ма? Ол қоғамға қаншалықты бейімделуі керек? Ол осы меңгеру барысында өзін-өзі ұстауы қандай? Өзін жаңағы басқаруы қандай? Немесе қабылдау деңгейі қаншалықты? Бұның барлығы тәрбиеге байланысты. Ал енді колледжға келді, колледжден 100% бала өзгеріп кетеді деп енді оған ешкім кепілдік бере алмайды. Сондықтан бұл тұста ата-анамен дұрыс жұмыс жүргізу керек. Ата-анамен бағытталған жұмыс деңгейі жаңағындай дұрыс жолға қойылу керек. Сол кезде ғана бұл үрдіс, бұл компонент толық шеңберінде айналады. Біз жаңағы мына бала тәрбиесінде, білімінде айналып жүрген қос шеңбер, яғни шексіздік. Бұл шексіздік үрдісте барлығымыздың айналшақтап жүргеніміз бір бала, бір қоғам. Сондықтан осы қоғамды тәрбиелеуде, осы қоғамды жаңағыдай шексіздікті дұрыс меңгеруде барлықтың, ата-ананың да, мұғалімнің де, ортаның да, қоғамның да рөлі айналшақтап жүр. Мен ойлаймын, сондықтан осы тәрбие үрдісі қаншалықты осы деңгейде маңызды. Сонымен қатар, мен енді қысқаша ақпар ретінде айтып өтейін, біз қазіргі уақытта қоғамдық тәрбие саласында әртүрлі жобаларды жүзеге асырамыз. Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы деген бар. Сол кісілердің тапсырысы негізінде біз бірнеше жобаны жүзеге асырудамыз. Сонда біз мына тамыз айы бойында Жетісу облысын араладық. 8 аудан 2 қаламен кездесу өткіздік тұрғындармен. Сондағы ең басты менің міндетім тұрғындардың жаңағы жалпы қоғамдағы сауаттылық туралы айту болды. Мойындаймыз ғой, сауаттылық басты нәрсе, проблема. Кез келген тұрғын біз 21 ғасыр ағымында сауатты болу керек. Ол мейлі қаржылық болсын, ол мейлі психологиялық тұрғыдан болсын, ол мейлі жалпы тәрбие тұрғыдан болсын. Яғни біздің міндетіміз жаңа Қазақстан келбетін қалыптастыру. Ал ол жаңа Қазақстан дегеніміз не? Біз жаңа Қазақстанды көргіміз келеді. Болашағында, барлығында жаңағындай сауатты, барлығы, енді бұл жерде сауат деп мен барлығының сауатын ашып кеттім, мен барлығына осын түсіндіріп кеттім деп айта алмаймын. Мен белгілі бір деңгейде ақпарат беріп өттім. Сонда қысқаша ақпараттағы мазмұным бұл адамгершілік тұрғыдан бір-бірімізді қолпаштау. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген сөзді айтып өттім. Неге десеңіздер, мен спикерлік міндетім сондай болды. Яғни мен бардым да айттым, бір-бірлеріңізге аяушылық танытыңыздар, бір-бірлеріңізді қорғаңыздар, бір-бірлеріңізді қолдаңыздар. Сонда ғана біз жаңа Қазақстан боламыз. Біздің арамызға іріткі керек жоқ. Біздің арамызда жаңағындай осының барлығы тәрбие ғой, былайша айтқанда қоғамдық тәрбие. Осының барлығына келген кезде сауатымыздың қаншалықты деңгейде жоғары болса, егер біздің сауатымыз, сонда біз нағыз біз жаңа Қазақстанды құрамыз. Сонда ғана біз нағыз қоғам боламыз. Ауызбіршілікті боламыз. Кезіндегі ата-бабамыз нені аңсап кетті? Осы ауызбіршілікті аңсап кетті ғой. Ал бізде қазір еркіндік бар, тәуелсіздік бар. Енді біз неге соның барлығын ұштастырмасқа? Мен айтар едім, ұштасып жатыр ғой, бірақ қаншалықты деңгейде ол үрдіс жүргізіліп жатыр. Осы тұрғыдан менің міндетім, жаңағындай, менің айтар ойым халыққа жете білді. Халықтың ықыласы өте дұрыс болды. Себебі кері байланыс алған уақытта барлық халық жаңағы ықыласын білдіріп жатты. Я, бізге қазір рухани баю керек. Біз материалдық құндылық мүмкін барлығына ол қажетті дүние, ал енді рухани жағынан біз қалай баюымыз керек? Бізге қазіргі уақытта көп кітаптың оқудың қажеті жоқ. Бізге осы рухты көтеру үшін бізге патриоттық сезімді ояту керек.
ең алдымен осыны айтар едім. Осындай бір керемет, бір үлкен 10 іс-шара өтті, 10 өңірде, орталықтарда. Сондай бір керемет әсер алдық, сондай бір керемет дүние болды. Менің әсерім шексіз болды, себебі халықтың ықыласы деген ол бізді шабыттандырады. Әр жерге барған кезде ол кісілердің қазір не қажет екенін түсінеміз. Ол кісілерге рухтастар керек. Рухы биік, сана рухында биік адам кез келген мәселені оңтайлы шешеді. Ода қаржылықта мәселе болмайды, ода жаңағы отбасылықта мәселе болмайды. Мәселе бізде жастардың жаңағы ана дінге кетті, анда кетті, мында кетті емес. Бұның барлығында рухани сананың жоғарылығында, рухани сананы жоғары көтере білуде. Осы тұста біздің үлкен ата-бабаларымыз жаңағы айтып кеткен дүниені қазіргі уақытта оны санасына заманауи тілде түсіндіре білу керек. Ол жаңағындай неге заманауи тілде? Себебі жастар соған қарай бейімделеді, соны қабылдайды. Мойындайсыз ғой, қазіргі жастарға біз егер жаңағындай ертедегі жаңағындай термені немесе нені бір сағат тыңдатып қойсақ, ол кісілер қаншалықты деңгейде қабылдайды оны? Ол 100% оны қабылдамауы да мүмкін. Неге десеңіз, оны егер біз, мен айтып жатқан жоқпын жаңағы термен дұрыс емес деп, ол термені біз өңдеп, жартысына жаңағындай заманауи тілде бір ақпаратымызды қосып, одан кейін термемізді жіберіп, одан кейін оны жаңағындай кері байланысқа келтіріп, соны өңдесек, балалар қабылдайды. Себебі балалардың, жаңағы жастардың қабылдау үрдісі сондай, талап сондай. Сондықтан сол талапқа сай тұрғыдан біз ата-бабамыздың болсын, біз болмысымызды болсын, біздің рухани азығымызды болсын, солай жеткізе білуіміз керек деп ойлаймын. Бұл менің тұжырымдамам, бұл менің ойым. Мүмкін ол қате болуы да мүмкін. Бірақ менің ойымша солай. Ал енді халыққа керек руханиятты біз қазір қолға алып жатырмыз. Енді соны қолға алып, ары қарай дамытуымыз керек. Ол үрдіс жүргізіліп жатыр, бірақ соны дамытуымыз керек деп ойлаймын. Қазір жаңа Қазақстан патриотизм бойынша ұрандатылып көптеген іс-шаралар жүргізіледі. Мектеп деңгейіндегі іс-шараларды алсақ та, колледж, университет, бірақ оның қаншалықты жастарға керек екені, оның қаншалықты пайда беретіні, оқушының құзыреттілігі, студенттің құзыреттілігі, олардың жалпы қалаулары ескерілмейтін сияқты. Көбісі тек есеп беру үшін ұйымдастырылатын сияқты да, өйткені жалпы біз осы уақытқа дейін сондай көзбояушылықпен өмір сүрдік қой. Сонда көп іс-шараларды алып қарасақ, барлығы жай ғана іс-шараны өткізумен кетеді. Бірақ шын мәнісінде құндылық беру, жаңа өзіңіз күшті айтып жатсыз, құндылық қанша фактілер келтіріп жатырсыз, рухтың сана биігінде мықты болу, оның барлығы өте жақсы. Бірақ өкінішке орай, билік деп айтайық па, әлде мемлекеттік мекемелердің көп мамандары бәлкім кәсіби мықты болмағандықтан ба, әйтеуір көп іс-шаралар жай ғана елге көрсету. Тура сондай болып өтеді. Іс-шаралардың көбісі ол шындықты, көбісі сандық жүйе бойынша есеп берген кезде, мысалы, пікірсайыстан 17 турнир өтті, мынандай спич выступлениялар болды, тағы басқа деген сияқты көп болады. Бірақ енді шын мәнісіне келген кезде соның ішінен бір-екеуі ғана құнды болуы мүмкін. Бірақ оның өзіне келген оқушылар, студенттер, аудитория, олар дайын емес болып келуі мүмкін да. Сондықтан ол берген құнды мәлімет сол жерде қалып қояды. Ол шындықта қазіргі күннің. Қарап отырсақ, мысалы, біз сіз сияқты өте күшті, мықты спикерларды шақырамыз, сол кезде енді ссылкаларды бір-біріне жіберіп, ұстаздар таратып көрсе болады да, бірақ олар осындай тіпті осы қарапайым үйінде отырып қосып қойып, подкаст деген ол жай ғана қосып қойып тыңдап отырады, соның өзіне ерінеді. Өйткені көбісінің ойында уақыт жоқ дейді. Не керек, ол бізге уақыт жоқ, бізде и так жұмысымыз жетеді дейді. Ал шын мәнісінде қаншама сіз сияқты мықты спикерлар келіп, өзінің құнды ойларымен бөлісіп жатыр. Ол ойланарлық жағдайлар. Бірақ өкінішке орай, ұстаз болып оны тыңдамаса, оқушыдан біз саған құнды мәлімет беріп жатырмыз, ағарту ісін ұйымдастырып жатырмыз, ал сауатты бол деп айта алмайсың ғой. Өзің даму тұрғысынан сауатсыз болсаң. Иә, өте дұрыс айтып жатырсыз. Біз енді сандықтан сапалыққа көшуіміз керек. Ол өте орынды. Себебі бізде қажетті және қажетсіз іс-шаралар саны барды, сапасы жоқ іс-шаралар өте көп.
Енді ол енді мына жерде ұйымдастырушылық шеберлігі, мына жердегі мына кісінің біліктілік, білім деңгейі деп ешкімге баға бере алмаймыз, себебі біз бағалаушы емеспіз, иә. Біз тек қатысушымыз кейде, бірақ әттеген айлар өте көп. Енді оны мен ойлаймын, енді оны түзету үшін біз мына қазіргі уақыттан бастап міне сол дүниелерге деген көзқарасымызды өзгертуіміз керек. Қазіргі мен жастарды да, немесе қазіргі қоғамды да ешкімді кінәламаймын. TikTok желісін білесіз ғой өзіңіз. Мен жалпы сол TikTokқа қарсымын. Бірақ енді қарсы болсаңыз да, бірақ ол TikTokты бәрі қолданады. Ал TikToктағы бір-ақ минуттық, иә, мысалы, 1 минуттық жылдам ауыстырып жатады. Біздің енді қозғалысымызға сәйкес, иә, қызықсыз болса ауыстырып жатады деген сияқты. Ал енді ойлаңызшы, сондай жылдам ауыспалы заманда, оны ауыстырып жатқан заманда сіз 1 сағат бойы жаңағындай айттым ғой, бағанағындай дастан жырыңызды, термеңізді жаңағындай қойып 1 сағат бойы аудиторияда оны қойып ал тыңдаңдар десе, ешкім тыңдамайды. Сондықтан мен айтып отырмын ғой, барлығын заманына сай қылдыруымыз керек. Ал сұранысты қанағаттандыру мақсатында, бірақ ол жерде де тәрбие құралдарын кең көлемде дұрыс мақсатта қолдануымыз керек. Мен жастарды барлығын 100% оны қабылдамады деп те айтуға болмайды. Қабылдайды. Сапа біртіндеп көтеріледі. Бірден қазір біз болды сапалы деңгейде өткіземіз деп, ол да қате пікір. Қазір болашақта да сапалы дүниелер өтіп жатқанның өзінде де оның 30% қабылдамауы мүмкін. Барлығына бірдей сен қабылдауға тиістісің деп те айта алмаймыз. Сондықтан ойлаймын, бұл біртіндеп келетін дүние. Сондықтан мемлекеттік, квазимемлекеттік мекемелерге мына саясат жүйесін ақырын біртіндеп өзгертуіміз қажет. Саннан сапаға көшіңдер. Қаншалықты деңгейде кері байланыс алынуы керек. Ол соны меңгерді ма, ол соны қабылдады ма деген, ол оған қызықты ма деген сияқты дүниеде. Ал енді біз барлығын көзбояушылық деп те айта алмаймыз. Кейбіреулері өтіп жатқан дүниелер бар, мысалға. Мысалы, осы ұлттық құндылық, рухани сана деп жатырсыз ғой, соның жанашырлары дұрыс жарнама жасай білу керек сияқты. Өйткені қазір отырып алып ұрандап еліңді сүй, жеріңді сүй, жаңа Қазақстан десе, ол жағымсыз көрінеді. Және жастар оның артынан ермейді. Жастарға модуль керек. Яғни олар біреуге, қазіргі жастар еліктейтін жастар. Әлеуметтік желіде отырып, барлығы блогер болғысы келеді, барлығы бай шіріп өмір сүргісі келеді, бірақ оның артында қанша еңбек жатқанын олар көргісі келмейді. Оларға блогерлардан бөлек модульдар керек. Яғни бір ауылдың қарапайым оқушысы белгілі деңгейге жеткен, бірақ ол міндетті түрде блогты қолданып, Instagram, TikTokты қолданып мықты болып кеткен жоқ. Ол өзінің еңбегі арқылы, өзінің білімі арқылы, өзінің біліктілігі арқылы. Бірақ соның өзінде жасырын жарнама болу керек та. Бізде қалай жарнама жасаған кезде, мына жерде лозунг тұруы мүмкін, жаңа Қазақстан деген. Содан шыққан адам да бастайды, жаңа Қазақстанның ұрпағы осындай болу керек, жаңа Қазақстан бүйтеді, жаңа Қазақстан сөйтеді деп. Жаңа Қазақстан деген сол лозунг ілініп тұрса, онда сен сөзіңде қолданба. Сен сөзіңде қолданба, сөзіңде басқа сөздер айт деген сияқты. Ал қазір андай жаңа Қазақстан дегенге, енді өзіңізде әлеуметтік желілерде отырасыздар, жастар оған күліп қарайды. Осы ма жаңа Қазақстан деп. Бірақ жаңа Қазақстанның артында әрбір адам жаңару керек, жаңғыру керек екен жатыр да, бірақ оны ешкім түсінгісі келмейді. Өйткені ұраны анандай қалай. Оның барлығын түсінемін. Бұлай, жаңа Қазақстанды әркім өзінен бастау керек деп дұрыс айтып отырсыз. Әркім өзінен бастау керек. Біз өзіміз жаңаруымыз керек. Неге десеңіздер, мен жаңағы мамандығыма сәйкес айтайыншы, программада обновление деген бар. Ол программа үнемі бір қалыпта қалмайды. Оны үнемі обновка, жаңағындай жаңарту отыру керек. Сол сияқты өмірде де солай. Бізге жаңару керек. Ал қай бағытта, қалай, ол мемлекеттік саясат. Ал ол мемлекеттік саясатты жүзеге асырудағы құралдар
оны жаңа қай деңгейде өтіп жатыр, оны енді біз болып, сіз болып, біздің осындай ұсыныстарымыз арқылы, мүмкін осы подкастты да көрер, әр адам жаңағындай енді өзінің ықыласына, ынтасына байланысты ғой. Мүмкін біз де біреуге жаңағындай көзқарасына өзгеріс әкелетін шығармыз деген сияқты. Осылай сіз болып, біз болып қоғамды өзгертуге барынша тырысуымыз керек. Дұрыс айтасыз, еліктейтін жастар өте көп. Еліктеушілік, жалпы еліктегенге біз шеберміз ғой. Шетел болса шетелге, қазір хиджаб болса хиджабқа, немесе сақал қойса сақалға еліктеп жатырмыз, Сондықтан ондай еліктеушілікте емес, жалпы дұрыс бағыттағы еліктеушіліктердің санын басым бағытын ауыстыру керек. Бірақ енді еліктеудің жөні осы екен деп бәрін соған салып та қоюға болмайды. Бір белгілі бір деңгейде мемлекеттік өзгеріс қажет. Сол кезде ғана біз өзгереміз. Ал мемлекеттік өзгеріске әр мемлекеттің азаматы атсалысу керек деп ойлаймын. Жаңа Қазақстан деген ұғымды мен өзім жаңа сана деп түсінемін, яғни біз құлдық санада қалып қалғанбыз. Қазіргі таңның өзінде балалар армандағысы келмейді, тіпті бар ғой, ақшаны қолдың кірі деп есептеуі, оның барлығы олай емес қой. Бізге бұрыннан бері кедей болмыс тіршілікті үйреткен болған кезде біздің халық солай өмір сүрген. Жесір, жетім болып кетіп жатты да, содан сол санаға үйреніп қалған адам жетістікке жетіп кету ол үшін бір қиын сияқты болып көрінеді. Негізі әлемдік деңгейден психологияда алып қарайтын болсақ, көбісі адамның ішкі руханияты өзінің сенімділігіне байланысты тартылады ғой. Кейбір жақтан закон притяжения деп айтып жатады да, адам қандай ойлайды, дәл соны тартып алады ойымен. Бірақ көп жағдайда құлдық сана сезім қалып қалған ғой. Жаман нәрсенің барлығы қазақ десең өзіңе тиеді деп айтады, бірақ шын мәнісінде сөзіне тұрмаса, жемқорлық болса, ұрлап жатса, ол қазақилық қой. Сонда қараңызшы, қаншалықты бізді улаған. Бір нәрсені дұрыс емес жасаса, сол баяғы қазақбайлық қой деп айтады. Ал орыстарда андай бір нәрсені дұрыс жасамаса, это не по-русски деп айтады. Сонда қараңыз өздерін қалай көтереді, это не по-русски деп. Ал бізде қазақбайлық қой дейді. Андай далада біреу отырып, өзін дөрекі ұстап, немесе болады ғой бір мамбет деген сөздің ұғымын бізде қазақбайлық деп келтіреді. Иә. Енді осы тұрғыдан айтайын деп едім, жаңағы менталитетке барлығын аударып қойған. Жаңа сіз дұрыс айтасыз, мынау дұрыс десе бұл қазақбай, мынау сіз жаңағы өзіңіздің айтып отырғандарыңыздың барлығын біздің өзіміздің менталитетке әкеп итеріп қойған. Жаңа құлдық сана. Жалпы ең басты сөзіне сүйенейікші, құлдық дегеніміз. Құлдықта білесіз, кімдер қалай құл болады. Яғни құлдық деген сөздің өзінен біз айырылуымыз керекпіз. Ал сананы құлдыққа байлау дегеніміз, ол ешқандай рухтың, ол ешқандай ұлттың, ол ешқандай біздің өзіміздің дамуымызға апармайтын қамал. Ал сол қамалда қалып қоюдың, ішіндегі қалудың ол зардабы өте көп болады. Ал енді мен айтатын едім, біз қазіргі уақытта осы құлдық санадамыз, бізді қазақилыққа итерді деген нәрсені өзіміз айтуды қоюымыз керек. Ең бастысы, өзімізден бастауымыз керек. Сол кезде басқаларға айтуымыз керек. Бұл қазақилық емес, бұл қоғамдағы жат нәрсе. Немесе бұл қоғамми тұрғыдан дұрыс емес нәрсе. Қазақилық деген нәрседен аластатуымыз керек. Яғни өзімізге сіңген дүниені өзімізден шеттетуді өзімізден бастауымыз керек және қоғамды тәрбиелеуіміз керек. Яғни біздің басты міндетіміз осы болу керек. Біреу айтып жатса, сіз неге жаңағы бұны қазақилыққа итересіз? Бұл қазақилық емес, бұл кісінің дұрыс еместігінде. Біз кез келген, мысалға, дінде де айтып жатады, ислами дінде бұндай жоқ деген сияқты барлығын исламға тіркемеңіздер деп біз енді қаншалықты деңгейде кездескен кезде айтып жатады ғой. Бұл діннен емес, бұл адамның өзінен деп жатады. Сол сияқты бұл қазақылықтан емес, бұл адамның өзінен болу керек. Яғни бұл жердегі жасап отырған, іс-әрекет жасап отырған адамға түсінік, түйсік беруіміз керекпіз. Сіздің іс-әрекетіңіз қазақилықтан емес, сіздің іс-әрекетіңіз өзіңіздің сана сезіміңізден. Ал оны қазақилықтан ауашаландыру өзімізден. Біреуді көрген кезде айтуымыз керек. Бұл айтып жатсақ, бұл қазақбайшылық, бұл біздің менталитетімізге сүйеніп кеткен жоқ.
мен қарсымын, бұл сөзге келіспеймін, бұл менталитет емес, бұл ешқандай қазақылық емес, бұл сіздің өзіңізден деу керек сияқты. Сонда ғана біз өзімізді өзгертеміз, сонда ғана біз жаңарамыз. Сізге Ойлайық жобасының қонағы болып келгеніңізге үлкен рахмет деп айтамын. Өйткені шын мәнісінде қандай құнды мәліметтермен бөлісіп жатырсыз. Шын мәнісінде лайықты ойыңызбен бірге отырып ойлайық деп осы сізді шақырған болатынбыз. Өйткені менің өзіме де қызықты болды сіз жайлы қысқаша ақпарат берген кезде. Пікірсайыс ойындарының жетекшісі екеніңіз, одан бөлек педагог сарапшы және де осы уақытқа дейін тәрбие жұмыстарында қанша атқарған еңбегіңіз бар. Бізде осындай мамандар бар болғаны қуанышты. Өйткені шын мәнісінде ұстаздық жолды шатастырмай, дұрыс ұстаныммен жүрген адам артынан үлкен шәкірттер дайындап шығады. Студенттер, сіздердің тілдеріңізбен айтқан кезде, өйткені сол студенттердің оты сіздердей рухы бар адамдарға қарап көтеріледі. Көп жағдайда көздерінде оты жоқ ұстаздар өздерінің арттарынан ешкімді алып кете алмайды. Ал егер ұстаз жалындап тұрса, оның артынан қаншама шәкірт те, студент те барлығы еретін болады. Сіздерге көп рахмет. Себебі осындай жоба бізге қазір қажет, қоғамға қажет. Шақырғандарыңызға үлкен алғыс білдіремін. Кез келген нәрсені ойлайық, және ол ой жаңағы айтқандай сана биігінде болсын. Көп рахмет. Сізге рахмет.